Жас әнші қазақтың қастерлі туын аяқ асты етті деп қалың жұрт шу ете қалды. Бұл қаламызда өткен концерттік кештің бірі. 25 мамыр Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында Ирина Кайратовна мен Шиза лақап атымен танылған рэпердің концерті өтті. Кеш барысында олар Қазақстанның мемлекеттік рәмізі туға құрметсіздік танытып балағат сөздер айтқан. Бұл жағдайдан кейін екі топтың өзге аймақтарда жоспарланған концерттері тоқтатылды. Аслында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 372 бабына сәйкес еліміздің мемлекеттік рәміздерін қорлағандар 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді, немесе 600 сағатқа дейінгі мерзімде қоғамдық жұмыстарға тартылады, не 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл жағдайға қатысты пікір білдіріп, көк туымызды ұлықтап рәміздерді қастерлеу баршаға міндет деп бас айтты. Айтпақшы, қасиетті көк байрағымызды үй сыртына ілуге болмайды деген заң бар еді. Еске сала кетейік, мемлекет басшысы 2021 жылдың ақпан айынан бастап рәміздерді кез келген жоғары жерге ілуге тыйым салмаймыз деді. Ал қала тұрғындары мемлекеттік нышандар жайлы не біледі? Елтаңбада не бейнеленген? Елтаңбада екі қанатты пырақ, жұлдыз, шаңырақ. Елтаңбада шаңырақ, пырақ бар. Елтаңбада, мәселен, екі жағында пырақ бейнеленген, ең төменгі жағында Қазақстан деген жазуы бар. Және шаңырақтың белгісі бар ортасында. Ол шаңырағымыз биік болсын деген мақсатта. Елтаңбада пырақта ат белгіленген, және шаңырақ, яғни шаңырақ ол Қазақстанның бірлігін, біздің бір жанұяда екенімізді соны көрсетеді. Елтаңбамызда ол жерде қанатты пырақтар бейнеленген, ортасында шаңырақ. Бұл шаңырақ біз көп ұлтты халықпыз, көп ұлтты мемлекетпіз, соған байланысты бір шаңырақ астында бірнеше ұлттың бірігуін білдіреді. Туда күн, қыран және оюлар бейнеленген. Күн, бүркіт астында, одан кейін жанында оюлар, қазақтың оюы. Туда бізде қыран құс және күн бейнеленген. Қыран құсты былай айтқанда қазақ халқының өзі деп айтсақ та болады. Қазақ халқы өз ат үстінде мінген, сонымен қатар еркін өскен халық, қыран да сол сияқты еркін қалықтай білген құстардың бірі. Күннің бейнесі бейнеленген, астында бүркіттің, ол біздің тәуелсіз мемлекет екенімізді білдіреді. Одан кейін қазақтың оюы белгіленген. Рәміздердің авторы Жұмекен Нәжімеденов, Шамшы Қалдаяқов және Нұрсұлтан Назарбаев. Тудікі Шекен Язбеков, ал елтаңбаның авторы Шотаман Уәлиханов және Жандарбек Мәлібеков. Спортшылар жеңіске жеткенде немесе ел басшылары ресми сапарға барғанда тудың көкке көтеріліп әнұранның шырқалғаны ел айбынын асқақтата түседі емес пе? Бойыңызды қуаныш билеп марқайып қаласыз. Білесіз бе, еліміздің ең басты туы Елордадағы Атамекен этномемориалдық кешенінің аумағында орналасқан. Биіктігі 100 метрден асатын бас тұғырдың ашылуы 2009 жылы Астана күнін мерекелеу аясында өтті. Кешендегі тудың жалпы ауданы 450 шаршы метр және өлшемі 15-тен 30 метрге дейін жетеді. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Мемлекеттік рәміздерді ұлықтау елдіктің белгісі. Себебі олар халқымыздың рухын, ұлттық салт санасын, даналығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Оларды кез келген жағдайда қастерлеу одан ана алдындағы перзенттік борышымыз. Алтын күн аспаны, алтынның даласы. Ерліктің дастаны еліме қарашы, ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой. Намысын бермеген қазағы мықты ғой. Менің елім, Гүлім болып, егілімін, жырым болып, төгілемін елім. Руға жерімін, бақ тастаным,